Бізде жақында мысық пайда болды. Мысыққа осындай поилка тамақ салатын алдық. Бір қызық нәрсе айтайын. Осы үйленгелі 10 жыл бізде бір мысық тұрмайтын. Бір мысықты алып келеміз, ішке ұстайды деп біз жер үйде тұрамыз. Ол именно қанша мысық әкелсек, породист әкелсек те үйет. Сөздің ұяты жоқ, айтайын, енді бар ғой. Үлкендерді отырып тастайтын ол мысық. Постоянно сөйтетін. Ең бірінші бір мысық әкелген кезде күйеуім екеуміз жаңа үйленгенбіз, баламыз жоқ. Именно мен жастығым басынан сөйтіп кеткен. Екі мысық сөйтіп істеп кетті. Сосын күйеуім мен мазақтайтын, жаман адам сезеді мысық деп. Сол кезде осы жақында мысық пайда болды. Өте әдемі. Екі балам да қызым да как раз мысық сұрап жүрген. Сөйтіп ұлым бір мысық алып келді өзі. Соған бірінші күн тағы да сондай жасайды ғой, сондай тірлік жасайды ғой. Ең қызығы олар ол мысықты шығарып тастағым келіп тұр да меніңше, бірақ осы жақында бір жерден оқығам, бала деген бір нәрсеге үйрену керек, бір нәрсеге бауыр басып үйрену керек деді. Блин, когда мысық шығарып тастасам, потом новый мысық аламыз деп сөйтіп, тұрақсыз болып кетеді, бауыр басу деген жоқ болып кетеді деп ойладым да. Жарайды дедім да. Ана мысықты амал жоқ, баламыз екеуміз алып жуып шайып орын. Ертесі күні көрші қызға тура осы біздің мысықтың үлкені бар ол қызда. Жаңағындай породистый мысықтың құлақтары майысып тұрады, вислоухий дейді ғой. Одан сұрасақ, тәте не бердіңіздер дейді. Біз сүт бердік деймін. Ойбай, тәте сүт берсеңіздер мысықтың шөтіп кетеді ғой дейді. Иә, сондай жағдай жасады, соны жудық сүт десем, біз горшокқа бармайды екен деп ойладым десем, жоқ тәте барады, сіз дұрыстап қараңыз деді. Сүт вообще бермеңіз. Кәдімгідей бір инсайт болды бізге.